Бүгін мен жұмыстан өте кеш шықтым. Шамамен сағат 10-11-де. Бұл уақытта менің қаламда автобустар жүрмейді. Сондықтан бұл күні мен үйге жаяу қайттым. Үйге бара жатқанда артымнан біреу аңдып келе жатқандай болыпты. Артыма қарасам ештеңе көре алмадым. Жайлап жаңбыр сіркірей бастады. Үстім су болып қалмау үшін жүгіруге жөнелдім. Міне үйіме де жетіп қалдым. Киімімді тездетіп ауыстырып, басымды ішіп алып ұйықтауға жөнелдім. Ал қазір мен сіздерге нағыз қызықты айтып беремін. Түнде тереземді біреу түрткен сияқты болды. Содан оянып тереземді қарасам, ауламда маған қарай киімді басына күліп тұрған адамның маскасын киген біреу қарап тұр екен. Бұны көріп таң қалдым. Аулама ұры кірді ме деп ойлап қоямын. Атамның ескі мылтығын алып далаға қарай жүгірдім. Анда қарайым, мұнда қарайым, ешкім жоқ. Жұмыстан шаршағандықтан көзіме елестеген шығар дедім. Түнде мен тағы да оянып кеткенмін. Бұл жолы оянған себебім мысықтың мияулағанының кесірінен. Бірақ мен үйімде ешқашан мысықты ұстаған емеспін. Ал үстіме қарасам, кеудемнің үстіме қара мысық отыр екен. Мысық қайдан келді екенін білмеймін. Үйдің бүкіл терезелері мен есіктері жабық. Орнымнан тұрайым десем тұра алмадым. Саусағымды да қозғай алмадым. Сол жерде мен өмірімде сезбеген қорқынышты сездім. Бақырғым келеді, үнім шықпайды. Орнымнан тұруға тырысып жатырмын. Бірақ бұның бәрі сатсыз болып шықты. Шамалдан кейін есігімді біреу ашты. Сол жерде біреу сығалап тұрғанын сездім. Бірнеше минуттан кейін сығалап тұрған біреу қасыма келіп тұрды. Оның бойы шамамен 2,5 метр. Үстіне қара костюм, ал маскасын шешкенде оның беті адамның бетіне ұқсамайды. Көзі аппақ, аузы және мұрны шоқ. Ол маған өз қолының ұшын тигізгенде мен оянып кеттім. Оянғанда мен қатты қорқып кеттім. Өмірімде осындай түсті көрген емеспін. Есігіме қарасам, есігім ашық тұр екен. Осымен біздің қорқынышты оқиға аяқталды. Видео ұнаса арнаға жазыламыз.